Ыбырай Алтынсарин асыл шөп әңгімесі. Зылиха мен Батима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір жәшік жеміс көтеріп қалаға келе жатады. Зылиха ахлап, ухлеп, шаршадым деп, ал Батима күліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтты: "Сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшіктің ауырлығы да менің басымдағыдан кем емес, өзің де менен күшті емессің." "Мен жәшігім ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым", деді Батима. "Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін", деді Зылиха. "Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын, оның аты сабыр деген", деді Зылиха. Сабыр ауырдың жеңілі, сабыр ақылдың көркі. Бұл түйін сөз әңгімедегі Батиманың сабырлығынан туындаған. Ол қандай жағдай болмасын, сабырлықтың арқасында кез келген қиындықты жеңілдетуге болатынын көрсетеді. Сабыр түбі сары алтын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа. Асыққан шайтанның ісі. Сабырлыға бәрі дайын. Төзім деге тауда жығылады деген сөздер бекерден бекер айтылмаса керекті.